Әйгүлік, әйгүлік. Қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Мұны кей жерлерде әйгүлік деп атайды. Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. Олар ауыл маңында жиналып, қарама-қарсы қол ұстасып тұрады. Аралары 70-80 қадамдай жер. Ойын бастаушыларды екі жақтан тағайындайды. Ойынды бастау үшін топтан бір ұл, бір қыз бала шығарылып, олардың біреуіне ақ тас, біреуіне қара тас беріп, қолдарын жұмдырып қояды да, енді бір төреші екі ойын бастаушыдан сен қай тасты аласың деп сұрайды. Олар қолдағы тастарды нұсқайды. Ақ тасты тапқаны ойыны бастайды. Олар әйгүлек, әйгүлек, айдың жүзі дөңгелек, күші мығым қуатты, екпіні желдей өршіген, шепті бұзар ер керек дейді. Сонда келесі топ: әйгүлек, әйгүлек, айдың жүзі дөңгелек, күші мығым қуатты, екпіні желден өршіген, саған қандай ер керек деп сұрайды. Алғашқы жақ: әйгүлек, әйгүлек, айдың жүзі дөңгелек, күші мығым қуатты, екпіні желдей өршіген, бізге пәлен ер керек деп бір ойыншының атын атайды. Ол өз тобынан шығып алға қарай: әйгүлек, әйгүлек, айдың жүзі дөңгелек, сайысқанда саспайтын, самала күнге бастайтын, пәлен деген ер шыққан, топ бұзуға мен шыққам деп қарсы топтың тізбегін бұзбаққа барады. Шамасынша жүгіре жөнеледі. Ол топты жарса, өз қалағанын бір қызды немесе бір жігітті ертіп кетеді. Бұл құл, күң, тұтқын әкелу немесе қалыңдық дос әкелу рәсми болмақ. Топты бұза алмаса, өзі сол топта қалады. Бұл оның тұтқынға түскені. Ойынды тұтқын алған жақ жалғастырады. Кім көп тұтқын алса, сол жақ жеңеді. Бұл ойын дәстүрлі жауынгерлік салттан туындаған, жекпе-жек сайысынан туындаған. Ойын жастарды жауынгер, жаужүрек, жүректі өжеттілікке тәрбиелейді. Аларман. Қазақ ұлттық ойын. Бұл ойын шешекке ойынына ұқсас. Ойыншылар бірін-бірінің белінен ұстасып, тізбектілеп тұрысады. Кейде етектерінен де ұстасады. Түзіліп тұрған ойыншылардың алдына бір ойыншы шығады. Оны қасқыр деп атайды. Ал тізбектің басында тұратынды қойшы, ал тізбектегілерді қойлар деп атайды. Қасқыр қойларға шауып, оларды ұстап алуға әрекеттенеді. Қойшы қойын қорғайды. Егер қасқырдың қолы қойларға тиіп кетсе, ол ойыншыны ойыннан шығарады. Осылай қой таусылғанда ойында аяқталады. Айдап сал. Қазақтың ұлттық ойыны айдап сал. Мәні: ойынға қатысушылар екіге бөлінеді. Бір тобы үй ішінде қалып, келесі тобы үй сыртына шығып тұрады. Ойынды жүргізушіде отырғандарға үй сыртындағы ойыншылардың есімін, атын бір-бірлеп шақырады. Олар өз есімі берілген ойыншыны табулары керек. Өзі аты қойылған ойыншыны тапқан ойыншылар марапатталады. Өз есімін таба алмаған ойыншы айыпталып, ән айтып немесе күй шертіп, би билеп өз өнерін көрсетеді. Әрі қарай ойыншылар орындарын ауыстырып ойнайды. Айдап сал ойынын ауыл балалары көптен ойнайды.